Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бұл видеода, бұл шеберлік сағатында мен сіздерге осындай ағашқа күйдіріп сурет салуды үйретемін. Және де оның аты пирография аталады. Ол үшін бізге керек материалдар: тақтайша, сызғыш, қарындаш, наждақтың екі түрі болса болады. Сосын дөңгелек тәріздес фигураны аламыз. Сосын күйдіргіш құрал керек. Сосын бізге бастыратын қағаздың суреті керек. Жалпы жұмысқа кірісейік. Шеттерін осындай шеттерін алып тастап, абайын алып сызамыз. Абайын алып сызып аламыз. Сосын біздер тақтайшаның ортасын аламыз, ортасы сызамыз. Яғни бізде 22 болса 11 болады. Мына жерге 11-ге өзіміз белгі салып қоямыз. Яғни жұмысқа кірісеміз. Ол үшін біз станокты қолданамыз. Станокты қоспай жатып, бірінші техника безопасности, яғни қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Ол үшін біз өзінің защитный пленкасын түсіреміз. Сосын мына жерге жас кнопканы басып іске кірісеміз. Қолданып қалсаң келесі емшеміз. Бұл сирен станокта, яғни онда да екі кнопка. Яғни біз центрдан ой өтеміз. Келесі үшінші станокқа барамыз. Үшінші станокта жан жақтарын барын тегістеп шиклет етеміз. Яғни дөңгелек бояларды оралатын болған соң біз шетіне отырамыз. Жасаған тақтайшамыз енді дайындау. Енді біз егер қол жетпеген жер болса, онда қол наждақпен өзіміз наждақтаймыз. Наждақтап болған соң тақтайшамыз дайын болғасын кез келген сурет, яғни мұндай мен өзім Маңғыстауның эмблемасын алдым. Өздерін басқа сурет алсаңдар болады. Осы сурет осында қойып, трафарет ретінде бастырып шығамыз. Осылай өзіміздің трафаретімізді алып тастаймыз. Өзі осындай із алады. Яғни осы ізі ізіне байланысты күйдіру құралымен, күйдіру аппаратымен қолданамыз. Яғни күйдіру құралын бірінші тоқ көзіне қосып, сәл 2-3 минутта күте тұрамыз. Яғни жұмысқа кірісеміз. Көзімізді қатты жақтатпаймыз, өйткені одан кері күйген иіс шығады, және көзге де тиюі мүмкін.
осылай өзіміздің күйдіру құралымызды сөндіреміз тоқ көзінен. Міне біздің мынандай пирография өнерімен таныстық. Осылай тақтайша жасадық. Лакпен тек бетін боямыз. Мына жағын лакпен боямаймыз. Өйткені бұл ас үйде қолдансақ болады. Дайреке үстіне нан турап немесе көкөністер, жеміс-жидектер турасақ болады. Ас үйге осындай сәнді бұйым жасасаңдар болады. Мен шеберлік сабағым бітті. Рахмет, сау болыңыздар.